Жақын достар, бүгін біз сіздермен пончики жасайтын боламыз. Алдағы уақытта қалай жасалынады, не қосылады, барлығын видеодан көре аласыздар. Пончики жалпы ұнды дайындап алдық. Бұл жерде менде 500 грамм ұн, 500 грамм ұнға біз 4 грамм дрожь қосамыз. Және де мен көбінесе сухой молоко пайдаланамын. И осы сухой молокодан мына жерде менде 30 граммдай сухой молоко. Және де келесі осындай үлкен қасықпен бір қасық қант қосамыз. Одан кейін үлкен қасықпен тоже шемішке майдан кейін обязательно жылы сумен илейміз. Осындай қолға жабыспайтындай және де жұмсақ қылып кішкентай қамыр илейтін боламыз. 500 грамм ұннан шыққан қамыр. Бұның бетін осындай полиэтиленовый пакетпен жабамыз. Және де жарты сағаттан кейін қайтып илеп иіні қанғанша осылайынан бетін жауып қоямыз. Содан кейін барып өзіміз пончик жасауға кірісеміз. Қыздар сразу шамал көтеріліп бастағаннан осылайынан жұқа қылып жаямыз. Содан кейін біраз уақытқа тұрғызып қоямыз. Сол кезде қамырымыз тұрып көтеріледі. Содан кейін ғана біз майға қуыратын боламыз. Менде осындай формочка. Неғұрлым үлкенірек таңдасаңыздар болады, себебі бұл кескен кезде кішірейіп қалады. Және де келесі менде осындай выпивайдың насадкасы бар. Қыздар, қамырымыз көтерілді. Бағанағы жайғаннан біраз көтерілді. Осылай бастаймыз. Так, қыздар, біз пончиктарды пісіріп алдық. Бұлар суыды уже. Енді осындай шоколадқа шамалы сары май қосып, микроволновкаға бір салып аламыз. Так, қыздар, барлығы осылайша ериді. Осыны жақсылап араластырамыз. Осыны осылай ыстық күйінше